бұрын қылмыс болып саналмаған кейбір әрекеттер осы бүгіннен бастап қылмыстық іс әрекетке жатқызылады. Қыз алып қашу, некеге отыруға мәжбүрлеу деген бап. Кейбір үлкен кісілер, әжелеріміз жаңа табалдырыққа жатып алып, менің үстімнен аттап өтіп, осындай бір амалдар жасап жатады әрекеттер. Бұл қылмысқа көмектесуші тұлғалар ретінде сол қылмыстың жасалуына ол азаматтарға бірге жауапкершілік тартылады. Сталкинг ұғымы енген заңға қол қойылды. Сталкинг жайлы толығырақ айтып өтсеңіз. Отбасылы болған азаматтар, соның ішінде ер адам өзінің бұрынғы жұбайын қызғанып, соның жаңа жұмысына барса, жұмысынан барады, үйіне барса, үйінің алдынан күтіп алады. Нәтижесінде сол әйелді мынау паркингтің астында 9 жерден бекен пышақтап өлтірді. Қате ұғым туып қалмау керек. Мақсат адамдарды соттау үшін емес. Мақсат жәбірленушілердің құқығын қорғау мақсатында, яғни сол адамдардың құқығын қорғау мақсатында. Армысыз құрметті көрермен, бұл Қызмет Толкс подкасты. Еліміздегі маңызды құқықтық жаңалықтар туралы сөйлесеміз. Бүгіннен, яғни 2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап еліміздегі қылмыстық заңнамаға енгізілген елеулі өзгерістер күшіне ене бастады. Осы өзгерістерді түсіндіру мақсатында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, заңгер, осы жұмыс тобының жетекшісі болған Абзал Құспан мырзаны қонаққа шақырдық. Абзал мырза, студиямызға қош келдіңіз. Ең алдымен осы маңызды тақырыптарды, баптарды, қылмыстық заңды түсіндіріп өтсеңіз. Рахмет. Бұл жалпы заң жобасы 2023 жылы біздер депутат болып сайланған кезде үкіметтің қорытындысымен мәжілісте болды. Ең алғашқы қолға алған жұмысым осы заң жобасы болды. Бұл мемлекет басшысының тікелей бастамасыменен қолданыстағы қылмыстық процесс, қылмыстық атқару кодекстерін оңтайландыру туралы тапсырмасына сәйкес Әділет министрлігі дайындаған заң жобасы еді. Жалпы енді заңгерлердің арасында бұл мәселе кезінде үлкен талқылауға түскен мәселелердің бірі болды. Өйткені осы кезге дейін негізінен қылмыстық заңнаманы құқық қорғау органдарға айналысып кетті негізінен. Енді түсінікті ғой, құқық қорғау органдары өздері тікелей белгілі бір дәрежеде мүдделі болған жерде олар өздеріне ыңғайлы, өздеріне қолайлы заң жасайтындығы. Сол себепті мемлекет басшысы 2022 жылы өзінің халыққа жолдауында осы қолданыстағы қылмыстық заңнаманы тұрақтандыру мақсатында оған жаңағыдай үлкен ревизия жасап, осы заңды қайтадан мәжіліске ұсынуды үкіметке тапсырды. Соның ішінде онымен Әділет министрлігі айналысуға қажет деп атап көрсетті. Бұл көптен бері біздер бұрын құқық қолданушы болып жүрген кезімізде, яғни адвокат қызметте жүрген кезде біздер де көп көтерген мәселелердің бірі еді. Өйткені 2015 жылы жаңадан қылмыстық процесс, қылмыстық атқару кодекстері қабылданған болса, содан осы 2022 жылға дейін мемлекет басшысының сөзінде де келтірілген, осы кодекстерге 1200-ден астам өзгерістер енгізілген екен. Яғни бұл заңның өте бір тұрақсыз заңға айналып кеткендігінің бір белгісі. Кезінде асығыс бас прокуратураның бастамасымен қабылданған кодекстердің сапасы сын көтермейтіндей жағдайға жетті. 2015 жылы қабылданды қаңтар айында. Сол 2015 жылдың ақпан айынан бастап өзгерістерді қажет етті. Ойлап қараңызшы. Сондықтан да мемлекет басшысының осындай сынына ұшыраған заңдар еді. Сол 2023 жылы бастадық. 2025 жылдың маусымында біз аяқтап, шілденің 16 күні мемлекет басшысы қол қойды. Тура бүгін енді сол заң жобасында көрсетілгендей ресми жарияланғаннан кейін 60 күннен кейін күшіне енеді. Сол 60 күн бүгін 16 қыркүйек толып отыр. Сондықтан бұл өте маңызды заң, сонымен қатар өте ауқымды заң болды. Мәжіліс осы 8-ші шақырылымдағы ең ауқымды заң осы қылмыстық заңнаманы оңтайландыру туралы осы заң. Жаңа атап өткенімдей 3 кодексті қамтиды: қылмыстық процестік, қылмыстық атқару кодекстерін және осы кодекстерге сәйкес бірнеше заңды қамтиды бұл. Жақсы. Сонда осылардың ішінде халық үшін ең маңыздысы қылмыстық кодекске енгізілген баптар болу керек, иә? Сол туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Иә, толық келісем, өйткені халыққа маңыздысы, түсініктісі де осы қылмыстық кодекс қой. Соның ішінде қылмыстық кодексте бірнеше жаңа баптармен толықтырылып отыр. Оның маңыздылығы сол, бұрын қылмыс болып саналмаған кейбір әрекеттер осы бүгіннен бастап қылмыстық іс әрекетке жатқызылады. Сондықтан да бұл заң туралы көбірек айтуымыз керек, көбірек таратуымыз керек, көбірек насихаттауымыз керек.
Өйткені осы кезге дейін жаңағыдай кейбір іс-әрекеттер, қылмыстық емес іс-әрекеттер енді жастардың тарапынан жасалып келсе, бүгіннен бастап қылмыстық іс-әрекетке айналғандығын барлығы хабарланып, құлағдар болып есту керек. Әйтпесе жастарымыз осы қылмыстық жағдайлардан бейхабар болып арандап қалуы мүмкін. Сондықтан да көбірек айтуымыз керек. Атап айтатын болсақ, дропперлік деген бап енгізіліп жатыр. Сталкинг үшін жаңадан бап енгізіліп жатыр. Қыз алып қашу, енді әдетте біз қыз алып қашу деп айтамыз, бірақ некеге отыруға мәжбүрлеу деген бап бұрындары қылмыстық іс-әрекет болып саналған, кейін алынып тасталған, ол қайтадан қылмыстық іс-әрекет болып танылып жатыр. Осындай бір қатар жаңа баптар пайда болды. Бұл туралы енді ел, жұрт, халық негізі құлағдар болу керек деп есептеймін. Жақсы. Енді осы орайда айтып өтсеңіз, дроппер деген кім? Осыны түсіндіріп өтіңізші толығырақ. Жалпы бәріміз де білеміз деп ойлаймын. Әсіресе енді соңғы кездері қоғамда көп талқыланып жүр, әлеуметтік желілерде де көп айтылып жүр. Қазақстанда мынау біреудің сыртынан онлайн кредит рәсімдеп тастап, оның ақшасын алып кету. Енді шартты түрде атауы біздер кибер қылмыстар дейміз. Соның ішінде кибер мынау алаяқтық деп ат қойдық, шартты түрде. Ресми түрде бізде қылмыстық кодексте кибер алаяқтық деген бап жоқ. Оның барлығы 190-шы бап алаяқтық деген баппен қамтылады. Бірақ осы интернет желісін пайдалана отырып, интернет алаяқтық өте кең өрістеп кеткендігі енді көзқарақты оқырманға, көрерменге ол белгілі деп ойлаймын. Дроппер осы кибер алаяқтарға көмектесетін тұлға. Қалайша көмектеседі? Енді бір кейсті алып қарайық, өте көп жиі кездеседі. Қазақстанда қазір тіпті ауылдық жерге дейін жетті. Бір әдетте телефон арқылы хабарласады, сосын жаңағыдай оның мәліметтерін алады да, оның мәлімет банктегі жаңағыдай есеп шотындағы үлкен сумманы әртүрлі жолмен жаңағыдай өзінің атына аударып алады. Банктен хабарласып тұрмыз дейді, банктың қауіпсіздік, әдетте жаңағыдай қауіпсіздік бөлімінен хабарласып тұрмыз дейді, қауіпсіздік қызметінен, болмаса полиция қызметкеріміз деп хабарласады. Енді үлкен сумма, мысалы үшін 1 миллион теңге делікші. Біреудің атынан, жәбірленушінің атынан мына алаяқтың есеп шотына аударылды, болмаса алаяқ көрсеткен бір есеп шотқа аударылды. Ол оны сол қалпында өзі барып алып алатын болса, өзінің атына, оның ізі қалып қояды. Сол кезде ол осы дропперлерді пайдаланады. Жаңағы сумманы алып, бірнеше жаңағыдай айталық 10 мыңнан, болмаса 50 мыңнан, болмаса 100 мыңнан бөліп тастайды да, бәрін жан-жаққа апарып, оны сыртқа шетелге шығарып жібереді. Банктегі қауіпсіздік қызметтері одан ешқандай бір мәселе көрмейді. Өйткені біз мына Каспий арқылы бір-бірімізге күн сайын жаңағыдай неше түрлі қаржы жөнелтілімдерін жіберіп жатырмыз, бір-бірімізге қарызға беріп жатырмыз, қарызымызды қайтарып жатырмыз, балаларға аударып жатырмыз деген сияқты. Ол ешқандай қауіп төндірмейді. Ал егер үлкен суммадағы ақша белгілі бір есеп шотқа түсіп жатса, жан-жақтан, онда ол әрине тиісті қауіпсіздік орындарының, құқық қорғау орындарының жаңағыдай сезігін тудырар еді, және арыз тіркелген жағдайда тез тауып алған болар еді. Яғни дропперлар өзінің есеп шотын, өзінің карточкасын жаңа банктік екінші бір адамға пайдалану беру арқылы, болмаса біреудің ақшасын біреуге аударып жіберу арқылы содан бір проценттерін алып пайда тауып отқан адам. Қарапайым тілмен айтқан кезде. Бұның екінші бір қыры бар. Ол мына бізде қазір есірткі қылмыстар өте үлкен деңгейге жетті. Оған мемлекет басшысының деңгейінде қазір назар аударып жатыр. Президент бірнеше мәрте өзі болған тілге тиек етті, және ол кісінің қадағалауында тұр. Бізде соның көпшілігі мына телеграм арқылы, яғни әлеуметтік желі арқылы тарап жатыр. Дропперлер солардан түскен ақшаны да дропперлер арқылы ақшаны сыртқа шығарып алады. Көрдіңіз бе? Ең соңғы отырған бенефициарлар ол шетелде отырады әдетте. Сол адамдар жан-жақтан оларға жан-жақтан әртүрлі суммада, шағын суммада бөлініп, ең соңғы бір баратын жер бір жер. Бірақ оны тергеушілер, болмаса жалпы құқық қорғау орындарының қызметкерлері, банктың қауіпсіздік қызметкерлері артынан аңду өте қиын. Өйткені шағын сумма олай күніне миллиондаған операция болып жатады. Сондықтан осыны енді тексеру барысында біз енді қылмыстық жауапкершілік енгізген кезде жайдан жай енгізе салған жоқпыз. Қолданыстағы мынау жалпы тәжірибедегі сот тергеу практикасын зерделедік. Сонда осы бір ғана құқық қорғау орындары жүрген тексеру нәтижесінде анализді бізге берді. 6000-ға жуық
дроппер анықталды. Енді оларға ешқандай жауапкершілік болған жоқ қой осы кезге дейін. Бірақ сол жаңағыдай заңсыз осыдан 5.000 теңге, 10.000 теңге пайда үшін біреулердің ақшасын екінші бір есепшотқа аударып беріп отқан дропперлер анықталды. Абсолютті басым бөлігі жастар, студенттер оның ішінде. Екіншісі мынау тұрақты жұмысы жоқ адамдар болды. Үшінші тіпті зейнеткер жасындағы зейнеткерлер де анықталды. Көрдіңіз бе? Сондықтан оларға қатысты енді түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Болашақта бұл ендігі жерде қылмыс болып танылады. Бірақ дәл осы іс-әрекетті көрген, мысалы үшін қазір енді оқу жылы басталды. Студент, қасындағы бір студенттің осындай жұмыспен айналысқанын көрді. Қосымша табыс тауып жүрген. Енді ол екінші басқа көрген адам сонымен айналысам деп дағы арандап қалуы мүмкін ғой. Сондықтан да дәл осы дропперлікті елге, жұртқа, халыққа түсіндіріп айту маңызды. Ол үшін мен ылғи барған жерімде айтып жүрмін. Үлкен кісілер осыны көріп отқан, естіп отқан, қалада оқып жатқан балаларына түсіндіру керек. Інілеріне, студент жастарға, жалпы кім таниды, кім біледі, осыны айтып түсіндіріп отыру керек. Өйткені бүгіннен бастап бұл қылмыс болып танылады. Жақсы. Енді осы дропперлерге қандай жаза қолданады? Енді бұл жерде әуелі енді жеңіл түрінен бастадық. Біздер енді ол жерде 2 жылға дейін бас бостандығын шектеуді ұсынып отырмыз, бірақ оның іс-әрекетінің қайталануына байланысты, сонымен қатар нақты жасаған іс-әрекетімен аударған ақшаның суммасына байланысты жазасы ауырлай бермек. Ал енді 7 бөліктен тұрады, осы 232 прим. 2 деген бап. Ең соңғы 7-ші бөлігі осы жұмысты ұйымдастырумен айналысқан адамдарға ол енді ауыр санаттағы қылмыстар қатарына жатқызылады. Ол жерде 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруға дейін көзделген. Ал басталғанда әуелі айыппұл және 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Енді ең қарапайым бір әрекет үшін. Енді бұл жерде маңызды бір астына орысша айтқанда примечание дейміз, қазақша ескерту енгізіп отырмыз. Егер осындай бір білмей осындай әрекетке барған азамат тергеу органдарына жан-жақты көмектесетін болса, яғни осы жұмысты оған кім ұсынды, ұйымдастырушылар кім, соған жаңағыдай көрсетіп тергеушілермен жаңағыдай тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайтын болса, яғни өзінен де ауыр басқа істердің ашылуына мұрындық болатын болса, оған қатысты қылмыс қысқартылатын болады. Бірақ бұл ақталмайтын негіздермен қысқартылады. Яғни 2 негіз бар қылмыстық кодексте: ақталатын негіздермен, яғни қылмыс құрамы жоқ болған жағдайда. Екіншісі, қылмыс құрамы бар, бірақ мысалы үшін рақымшылық заңына байланысты ақталады біреулер жаңағыдай қылмыстың ескеруіне байланысты ақталады деген сияқты. Мына жерде сондай біз ескерту енгізіп отырмыз. Сондағы бар мақсатымыз, әсіресе біз жастар екенін көріп отырмыз ғой қазір. Сол жастарымыз арандап қалмасын деп. Болашақта бұл іс-әрекеттер жайлап қатаңдануы әбден мүмкін. Әзірге енгізген жерде біз кішкене жастарымыз басында бір қатты енді жазаға тартылып кетпесін деп абайлап енгізіп жатқан жайымыз бар. Жақсы. Енді осы жастарға арандап қалмас үшін қандай кеңес айтасыз маман ретінде? Маман ретінде қазақтың мынау мақал мәтелдерінде бәрі айтылған. Ауырдың үсті жеңілдің астымен жүріп үйренбеу керек. Оның түбі жақсылыққа апармайды. Тегін нәрсе, орысында бір мақал бар. Тегін нәрсе тышқан аулайтын жаңағыдай құрылғыда жатады дейді. Тегін сыр тышқан аулайтын құрылғыда жатады деген сияқты. Сондықтан тегін нәрсе болмайды, бәрін еңбекпен табу керек, еңбектеніп табу керек, адал еңбекпен табу керек. Өйткені жеңіл нәрсе біріншіден оңай адамға бір әдет болып сіңіп кетеді ғой. Болашақта да бір ауырдың үсті жеңілдің астымен жүргісі келіп тұратын өзі адамда әдет пайда болады. Сондықтан қазірден бастап осы жақсы ой еңбегімен немесе қол еңбегімен еңбектеніп табуға ғадеттену керек. Ал осындай жағдайды естіген азамат, жастар, басқа да өзінің жора жолдастарына, достарына айтып, таратып жүру керек. Мынау жағдай ендігі жерде қылмыстық болып танылып жатыр екен. Мұқият болыңыздар, абай болыңыздар деп. Жақсы, рахмет. Абзал мырза, сталкинг ұғымы енген заңға қол қойылды. Бұл заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында енгізіліп отыр. Сол туралы сталкинг жайлы толығырақ айтып өтсеңіз. Осы қылмыстық заңнаманы оңтайландыру аясында сталкинг деген жаңа норма енгізілді. Бұл норманы енгізу үшін сәл-пәл кішкене тарихын айта кетейін. 2024 жылы мынау Ішкі істер министрлігі, бас прокуратура, жоғарғы сот, әділет министрлігі және ақпарат министрлігі өкілдерінен құралған үлкен топ, және өзім де бармын ол топтың арасында, Канада еліне біз іс-сапарға бардық. Канадада 12 күндей жұмыс жасадық. Ол жерде осы қылмыстық істің тіркелуінен бастап, сталкинг бойынша полицияда қалай тергеледі, сотта қалай қаралады,
жоғарғы сотпен қайтадан қалай қаралады, және түрмедегі жазасын қалай өтеп жатады, түрмеден шыққаннан кейін азаматтар қандай психологиялық көмек орындары ашылған, солар қалай қызмет атқарады. Осының барлығын біз тіпті жәбірленушілермен де кездестік. Осы толыққанды зерделеп келгеннен кейін барып, осы қолданыстағы осы қылмыстық кодекске сталкингтегі бап енгізу қажет деген ұсыныс енгіздік депутат ретінде, біріншіден. Екіншіден, бұл жерде Канада елімен үлкен айырмашылық болды. Канада елінде бұл ауыр қылмыс болып саналады бірден. Осындай іс-әрекет үшін бірден жаңағыдай азамат енді қамауға алынып, тергеу болып жүрген кезде сотқа барғанға дейін қамауда жатады. Сосын егер кінәсі дәлелденген жағдайда 10 жылға дейін кәдімгі бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі. Біздер енді бұндай жаңа басында бір айтып өттім ғой, жаңадан енгізіліп жатқан баптарды абайлап енгізу керек деп. Бір дегеннен бұлай жаңадай жағадан алғандай болмайық деп, Қазақстан қоғамына ауыр тимеу үшін бұны қылмыстық теріс қылық ретінде енгіздік. Яғни қылмыстық теріс қылық дегеніміз, бізде қылмыстық кодексте 4 санаттағы істер бар, ауырлығына байланысты. Онша ауыр емес, орташа ауырлықтағы, ауыр және аса ауыр санаттағы деп. Бұл 4 санатқа да кірмейді қылмыстық теріс қылық. Бұл әкімшілік пен қылмыстықтың арасындағы бір сондай бір категория. Ал жазасы, ең ауыр жазасы, енді айыппұлдан басталады да, ең ауыр жазасы 50 күнге дейін қамауға алу. 50 күнге дейін қамауға алу. Жаңа айтып өткендей, алдыңғы мынау дроперлікке байланысты айтып өткендей, бұл да болашақта қатаңдауы мүмкін. Өйткені біз ең бастысы біздің енгізген кезде азаматтарымыз ең басты бірінші мақсатымыз, осы сталкингті енгізгендегі ең негізгі мақсатымыз ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасаудың алдын алу мақсатында енгізіліп отыр. Яғни бұл бір адамның екінші бір адамды заңсыз және оның келісімінсіз қудалау. Оның ішінде аңду кіреді. Аңду дегенде тек қана физикалық аңду емес, яғни бір адам А нүктесінен Б нүктесіне кетіп бара жатса, соның артына түсіп аңду ғана емес. Ол да кіреді әрине. Қазіргі бәріміз әлеуметтік желіні қолданамыз ғой. Сол әлеуметтік желіде отырып, ылғи бір адамға мысалы үшін әртүрлі бір амалдармен жаңадай қудалау ұйымдастыратын болса, қысым көрсететін болса, және ол тұрақты жерде болатын болса, ең басты ерекшелік сол мына жәбірленушіге психологиялық күйзеліс тудыратын болса осы әрекеттер, сонда осы қылмыс құрамын құрайтын болады. Ал осы әрекеттер әзірге жаңа қылмыстық теріс қылық, бірақ болашақта мүмкін жаңа қатаюы әбден мүмкін. Өйткені біз бұл жерде мақсатты түрде біз қылмыстың қайталануы деген сияқты белгілерді кіргізбей отырмыз әзірге. Болмаса бір ауыр салдарға апарып соққан деген сияқты. Қажеттілігін тағы да бір айта кетейін. Қазақстан қоғамында бұндай жағдайлар өте көп орын алып жатыр күні бүгінге дейін. Мысалы үшін Алматы қаласындағы жағдай осыдан 2 жыл бұрын көп жұртшылықтың былай талқылауына ұшырады. Онда бұрын отбасылы болған азаматтар, соның ішінде ер адам өзінің бұрынғы жұбайын қызғанып, қателеспесем өзі үйленіп алған, бірақ бұрынғы әйелін жаңағыдай қызғанады. Соның жаңа жұмысына барса жұмысынан барады, үйіне барса үйінің алдынан күтіп алады. Сол қызғаныштан туындаған жағдай артынан тұрақты түрде бақылап жүреді. Әйел адам қайта-қайта полиция органдарына шағымданады, әлеуметтік желіге жазады, менің бұрынғы күйеуім маған маза бермей жүр деп. Ажырасқан заң жүзінде, яғни бөтен адамдар былай айтқанда. Бірақ заңда ешқандай жауапкершілік болмағасын жерде, қылмыстық заңнамада полиция органдары оған әрекет ете алмайды тиісінше. Нәтижесінде сол әйелді мынау паркингтің астында 9 жерден бекен пышақтап өлтірді. Жаңа заңсыз қудалаудың арты. Көрдіңіз бе? Егер осы сталкинг деген бапты енгізген жағдайда осындай ауыр, аса ауыр қылмыстардың алдын алу үшін кіргізілді. Бұл. Яғни бұл жерде қате ұғым туып қалмау керек. Мақсат адамдарды соттау үшін емес. Мақсат жәбірленушілердің құқығын қорғау мақсатында. Яғни сол адамдардың құқығын қорғау мақсатында. Және тіпті сол адамның өзін сен жеңіл-желпі қылмыспен тартып, одан да 50 күн сен жатып шық, бірақ есіңді жиып, жаңа оның қылмыс екенін түсініп, ойынан жеріп шық, одан да адам өлтіріп, болмаса денсаулығына ауыр зиян келтіріп, ұзақ жылға сотталып кеткеннен гөрі. Сондықтан бұл осындай қажеттіліктен туындап жатқан дүние. Бұл тек қана Канада емес, батыс елдерінің, батыс Европа елдерінің көпшілігінде бар. Германияда бұл бірден ауыр қылмыс ретінде сараланады. Осы қысқаша тарихы. Жақсы, рахмет. Біздің қоғам үшін маңызды баптардың бірі бұл некеге мәжбүрлеу. Бұл бап біздің қоғамға қалай әсер етеді? Бірден айтайын, бұл парламентте үлкен қызу талас тартыс тудырған баптардың бірі.
мәжілісте отырған бірқатар депутаттар бұны енді бұл ата бабамыздың салты қыз алып қашу. Ертең онсыз да үйлену деңгейі күрт түсіп кеткен мына заманда отбасылық тәлім тәрбиеге, отбасылық құндылықтарға кері әсерін тигізу мүмкін деген де ойлар айтылды. Шындықты айту керек. Жаппай бір қолдау тауып кеткен бап деп айта алмаймын. Дегенмен ұзақ талқыланған, 2 жылдай талқыланып, осы нұсқада қабылдауды жөн көрдік. Басында бізге келген нұсқа басқаша болды. Бірақ біз біраз өзгертіп, некеге мәжбүрлеу деп өзгерттік. Басында кәдімгі қыз алып қашу деген бап болды. Енді бұның өзінің, мен енді жұмыс тобының жетекшісі болған жерде тереңірек үңілдім бұған. Жалпы осы жерде айта кетейін, біздің Қазақстан СССР безінен бері алып қарайтын болсақ, 3-ақ қылмыстық кодекс бар біздің тарихымызда. Ең бірінші қабылданған қылмыстық кодекс 1959 жылы қабылданған болатын. Қазақ СССР қылмыстық кодексі. 1959 жылға дейін біздер РСФСР-дің қылмыстық кодексінің аясында өмір жүрдік. Енді бұны бір білсе, бір білмейді. Сол 1959 жылғы Қазақ КСР қылмыстық кодексінде некеге мәжбүрлеу деген осы бап болды. Өйткені ол кезде де қыз алып қашу деген бір өрістеп тұрған кез еді. Жаңа әлде сол енді қазақ айтады ғой, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Ол кезде де былайша айтқанда енді кеңес үкіметі құрылған, күшіне енген, екінші дүниежүзілік соғыс өткеннен кейін де осы ауылдық жерлерде, әсіресе соның ішінде мынау қазақ өңірлерде көбірек басым болды осындай әрекеттер. Сол некеге мәжбүрлеу туралы бап мына 59 жылы қабылданған кодекс 1997 жылға дейін күшінде болды. Бұл бір өте сапалы қабылданған, осы жерде айта кетейін, және өте бір тұрақты қылмыстық заң кодекстердің бірі болды. 97 жылы әлдеқашан тәуелсіз мемлекетпіз, біз Қазақ КСР қылмыстық кодексімен өмір сүріп жаттық, және ол тағы да қайталап айтам, өте бір сапалы, дұрыс қабылданған кодекстердің бірі болды. Сол 97 жылға жауапкершілік болды. 97 жылы енді Қазақстан өзінің екінші кодексін қабылдады. Тәуелсіздік алған кездегі бірінші алғашқы кодексын, қылмыстық кодексын. Сол кезде осы некеге мәжбүрлеу туралы бапты алып тастады. Өйткені ол кезде енді мен енді оның құжаттарын таба алмадым, не үшін ондай себеп болғандығын. Бірақ енді мен сол кезде осы заңға қатысқан бірқатар мамандармен сөйлескенде статистика алып келді. Ішкі істер министрлігі сонда қыз алып қашу мұндай криминалдық сипаттан арылды, ондай жаңағыдай қазіргі таңда Қазақстанда азайды деген негіз болды деді. Яғни ол бұрын бізде қылмыстық кодексте бар, айтайын дегенім, сол бар бапты біз қайтадан кері алып келіп жатырмыз. Сол қалпында деп айтсақ болады. 2015 жылы енді тағы да үшінші рет, енді егер СССР кезінде есептесек үшінші рет, тәуелсіз Қазақстан кезінде есептесек екінші қылмыстық кодексіміз қабылданды. Бұл кезде де бұл бап енбей қалған болатын. Соған осы бапты енді депутаттардың басым бөлігінің даусымен енгізу қажет деп таптық. Өйткені қазіргі статистика көрсетіп отырғандай, некеге мәжбүрлеу бұл жан-жақты көрініс тауып отыр, бірақ негізінен әрине оңтүстік өңірлерде көрініс тауып отыр. Бірақ оңтүстік өңірлердегі қазақтардың саны, бұл енді негізінен өзге ұлттарға көп қатысы жоқ. Мысалы үшін орыс ұлтының арасында енді танымайтын адамды алып қашу деген ондай салт та, ондай жалпы бұл қазақтың салты. Иә, бұл Қазақстанда негізінен қазаққа қатысы бар бапта негізінен. Ал енді бірақ оңтүстік өңір деп алғанмен оны бір өңірлік мәселе деп қарауға болмайды. Өйткені оңтүстікте қазақтар тығыз орналасқан ғой. Ол Қазақстан халқының, сондықтан Қазақстандағы қазақтардың жартысынан астамы сол өңірде екен. Біз санмен қарасақ жаңағыдай. Сондықтан да бұны қылмыстық кодекске қайтадан енгізу қажет деп ұзақ талқылаудан кейін осындай шешім қабылданды. Сондықтан бұны да білу керек. Бұны маңыздылығы неде? Өзіңіз ойлаңызшы. Ауылда жұмыссыз болмаса өзінің бір самозанятый дейді ғой, өзін өзі қамтамасыз ететін бір мал шаруашылығымен болмаса егін шаруашылығымен өмір сүріп жатқан қарапайым қазақ ол парламентте не болып жатқанын білмейді. Үкіметтен не талқыланып жатқанын қарап дағдыланбаған. Заңды ашып оқымайды. Заңды ашып оқи қоймайды жаңа. Жаңалықтарды көп көрмейді. Көреді 15 күні кеше мысалы үшін көрші бала бір келіншекті алып қашып келді, ол үшін оған дымда болған жоқ. Бір қызды алып қашып келді, оған дымда болған жоқ. Дәл бүгін соны әрекет жасайтын болса, бүгін ол қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Көрдіңіз бе? Мына психологияда поведенческий деген нәрсе бар. Яғни біреудің істеген ісіне, әрекетіне қарап көбі солай жұмыс жасайды. Өздігінен былай көп адам жаңағыдай ізденіп, қарап, бұл дұрыс па, бұрыс па деп
өз-өзіне көп сұрақ қоймайды. Сол себепті де айтып отырмын, былайша айтқанда жанашырлықпен біз көбірек айтуымыз керек болған, жанашырлықпен келуіміз керек болған. Мен осы жаз бойы Қазақстанды аралап жүрген кезде, барлық жерге барған кезде мынау оқу орындарына, жоғары оқу орындарының басшылығымен кездестім, құқық қорғау органдарына кездестім. Сол кезде бәріне де айтамын, 16-сында автоматты түрде қолданып кетпеңіздер сіздер. Сіздер оны насихаттаңыздар, халыққа, елге айтыңыздар, қарапайым азаматтар еститін болсын деген бағытта. Жақсы. Енді қандай жағдайларда жазаның ең жоғары түрі қолданылады? Осы некеге мәжбүрлеу туралы бапта біз бірнеше бөліктен енгіздік. Соның ішінде салдары ауыр салдарға келіп соққан жағдайда оны 5 жылдан 10 жылға дейін деп қатаң жаза қарастырып отырмыз. Енді халыққа, елге түсінікті болу үшін бір ғана мысал келтірейін. Осы биыл 2025 жылы орын алған жаз айларында болу керек. Алматы қаласында деп түсіндік. Енді Алматы облысы ма, әлде Алматы қаласы ма, трассада болған жағдай. Бір қызды алып қашады, оның қарсылығына қарамастан. Сонда көлікте келе жатырған кезде, үлкен скоростьпен келе жатқан көліктен қыз есігін ашып секіріп кеткен кезде қаза табады. Әрине ол азаматтардың ойында, ниетінде оны адам өлтіру деген мақсат болған жоқ. Оны өлтіру үшін алып қашқан жоқ. Оны енді жаңа өзіне жұбай қылам, жар қылам деп алып қашты. Сондықтан ол жерде осындай квалификация қажет деп таптық біздер. Егер осы заңсыз алып қашу, соның ішінде заңсыз некеге көндіру мақсатында, оның өзі осындай ауыр салдарға, адам өліміне әкеліп соққан, болмаса адамның денсаулығына ауыр салдарға, ұрып соғу, кейбір жерлерде ұрып соққан жағдайлар бар. Біз көзімізбен көрдік ол материалдардың бәрін, кезінде жабылып қалған материалдардың бәрін. Жаңа ұрып соғып көндіріп барып өзіне әйелдікке көндірген жағдайды. Сонда осындай салдарға әкеліп соғатын болса 5 жылдан 10 жылға дейін қарастырылып отыр. Оған дейін әрине сәл жеңілдейді. Жеңілдеу, бірақ бәрібір бұл қылмыстық жауапкершілік. Бұл жерде міндетті түрде жәбірленушінің, енді жаңа ауыр салдарға әкеліп соққаннан басқа жағдайда міндетті түрде жәбірленушінің арызы керек. Өйткені біз енді ата-баба салты деп өзара келісіп, мынау өздерінің отбасылық бюджетін үнемдеу мақсатында өзара келісіммен қашатын жағдай болады. Онда мәжбүрлеу жоқ ол жерде. Сол себепті міндетті түрде бұл жерде жәбірленушінің арызы шешеді. Қылмыс құрамы бар ма, жоқ па деген мәселені. Яғни арызды ата-анасы емес, қыздың өзі беру керек, иә? Ата-анасы жазылған арыз есептеледі. Кәмелетке толған болса, жәбірленушінің өзі жаңағыдай арыз беру-бермеу сол ғой мәселені шешетін. Ата-анасы берген кезде полиция органдарына әрекет етуге міндетті, өйткені жаңағыдай жастардың өзінің сол кезде мүмкіндігі болмауы мүмкін ғой, айталық қыз баланың. Оның қол аяғын байлап матап ұстап отыру мүмкін, енді образ түрде айтқан кезде болмаса телефон бермей қою мүмкін. Ата-анасының берген сигнал деп есептейміз, сол сигналмен әрекет етеді, бірақ ар жағында жәбірленушіге жоқ, мен өз еркіммен келіп отырмын. Мен кәмелетке толған адаммын, өзім үшін шешім қабылдай аламын деген сөз еститін болса, онда ол іс ретінде қарастырылмайды. Бұл мәселенің тағы да бір назар аударатын жері, тек қана ол қыз алып қашқан азаматқа ғана қылмыстық жауапкершілік туындамайды, оған көмектескен тұлғалар. Әдетте өмірде қалай болады? Жолдасымызға жаңағыдай келіншек алып келеміз деп, біреу өзінің көлігімен шығады, рөлде отырады, біреу оның қасында жаңағыдай бірге, қазақта бір сөз бар ғой, біреу қыз алып қашады, біреу босқа қашады деген. Соның қасына ілесіп, жолдас болып жүрген жігіттерде бірге қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ол ауырлататын мән-жай ретінде қарастырылады, және топ болып қылмыс жасау деген бөлігіне кіреді. Сонымен қатар әдетте біз енді мынау әлеуметтік желілерде көріп жатамыз, кейбір үлкен кісілер, әжелеріміз жаңа табалдырыққа жатып алып, менің үстімнен аттап өт, егер жаңағыдай мен болмаса жаңа жаулығын жерге тастап, жаулықтан аттап өт, егер шынымен көнбейтін болса деп, осындай бір амалдар жасап жатады, әрекеттер. Бұл қылмысқа көмектесуші тұлғалар ретінде сол қылмыстың жасалуына ол азаматтарда бірге жауапкершілік тартылады. Бұны енді бірі білсе, бірі білмейді. Сондықтан да ел жұрт бұдан хабардар болғаны өте маңызды деп есептеймін өз басым. Жақсы. Адам ұрлау 125-ші баптағы өзгерістер туралы айтып өтсек, адам ұрлауға қатысты қандай өзгерістер енгізілді? Қылмыстық кодекстегі 125-ші бап, яғни адам ұрлау, ол бұрыннан бар бап. Бұл енді тәжірибеде де әбден қалыптасқан баптардың бірі. Бұған енгізілген маңызды өзгерістің негізгісі мынау. Бұл баптың астында да ескерту бар болатын, яғни примечание орысша айтқанда, яғни өз еркімен ұрлаған адамды босатқан жағдайда
қандай да болмасын қылмыстық жауаптылықтан босатылатындығы туралы. Бұл кезінде не үшін қабылданды? Ұрлап кеткен адам өз ойынан қайтып босатуы мүмкін. Яғни біздің мақсатымыз ол адамды ұрлап кеткеннен кейін ол қылмыстың ауырлығынан қорқып, одан да мен артына куә қалдырмайын деп өлтіріп тастауы мүмкін бе? Мүмкін. Сол себепті де жаңағыдай бізге ол адамның, яғни ұрлаған адамның қылмыстық жауаптылығынан көрі жәбірленушінің аман қалғандығы әлдеқайда, амандығы әлдеқайда маңызды деген тұрғыдан келгенбіз. Енді бұл бап осы ескертуді алып тастау туралы да көп дау болды. Мен жасырмай айтайын, мен жұмыс тобының жетекшісі ретінде мен қарсы болғандардың бірі болдым. Бірақ мен жұмыс тобының жетекшісі болсам да, біз депутаттардың әрқайсының дауысы бір ғана дауысқа ие болады. Менің де жаңағыдай дауысым бір дауысқа ие. Ал енді қазіргі таңда осыны азаматтарға білген өте маңызды. Әдетте өмірде қандай жағдай орын алуы мүмкін? Жалпы адам ұрлау деген не? Ол А нүктесінен Б нүктесіне дейін адамды, яғни жәбірленушіні оның келісімінсіз, яғни оның қарсылығына қарамай А нүктесінен Б нүктесіне алып баратын болсаңыз, бұл адам ұрлау деп сараланады. Көрдіңіз бе? Сіздің миыңызда, ойыңызда адам ұрлап жатырмын деген нәрсе болмауы мүмкін. Әдетте ауылдық жерлерде қалай болады? Бір адам бір адамға қарыз береді. Болмаса бір танысың екінші бір адамға қарыз береді. Екінші бір адам келеді, анау қарызын қайтармай қояды ұзақ уақыт. Телефон шалса, телефонын көтермейді. Сол кезде бір адам ұстап алып, ананы көріп қалған кезде, жүр сен қарызыңды бермей жүрсің, мен мамамның мысалы үшін, болмаса менің ағамның қарызын ақ қайтармай жүрсің деп, ана танысына оны зорлап алып барды делік. Бұл автоматты түрде адам ұрлауға жатады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да осындай бір қарапайым адамдардың тұрғысынан келгенде онда тұрған не бар жаңағы? Анау қашып жүрген, жаңағы маған ақша бермей жүрген. Мен оны барып оған сүйреп жаңағыдай ана борышқорға алып бардым, яғни қарыз берген адамға алып бардым деген ой болуы мүмкін да жаңағыдай қарапайым. Ал шындығында қолданса заңнамаға сәйкес бұл адам ұрлау болып есептеледі. Ендігі жерде сіз өз еркіңізбен босатсаңыз да қылмыстық жауаптылықтан босатылмайсыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл туралы да жан-жақты айтылу керек. Менің өзімнің пайымдауымша кішкене осы заңның насихаты кемшін болып жатыр. Адамдар әлі түсінбей жатыр, білмей жатыр. Ертең осындай жағдайға тап болған кезде енді үлкен артып өкініш болуы мүмкін. Бұл енді жаңа айтып отырмын, осы мына ескертуді алып тасталғаннан кейін жерде бұл өзі әу бастан жаңа ауыр санаттағы қылмыстар қатарына жатқызылған. Яғни біз 4 категория бар деп айттым ғой. Онша ауыр емес, орташа ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыстар. Бұл жерде 3 жылдан 7 жылға дейін басталады. Соның салдарына байланысты, егер қандай да бір салдар туындаған жағдайда, денсаулығына нұқсан келген жағдайда, өлтіремін деп қорқытқан жағдайда, болмаса ұрып соққан жағдайда, күш қолданған жағдайда соған сәйкес ауырлай береді. Ауыр санаттағы қылмыстарда әдетте бірден азамат қамауға алынады және жаза тағайындаған кезде өте жиі жағдайда негізінен бас бостандығынан айыруға жаза кесіледі. Сондықтан да бұл өте ауыр салдарға әкеліп соғуы мүмкін. Азаматтарымыз біліп жүрген дұрыс. Жақсы. Енді сирек жануарлар мен өсімдіктер жайлы қылмыстық кодекске қандай екі жаңа бап енгізілді? Бұл енді 339 бап бұрыннан бар болатын қылмыстық кодекстегі бұл сирек кездесетін жануарлар және олардың дериваттарымен байланысты іс-әрекеттер. Бұл жерде мынадай жағдай ғой, халыққа елге түсінікті болу үшін айта кетейін, мен енді өзім Батыс Қазақстан облысынан сайланған депутатпын. Батыс Қазақстан облысында киіктердің санын шамадан тыс көбейіп кеткендігін естіп біліп отырсыздар. Сонымен қатар бұл Атырау, Маңғыстау өңіріне де өте маңызды жағдай. Ол жақта бұрыннан тарихи мынау. Енді ауызекі тілде біз қызыл балық деп атап кеттік. Яғни осыларды заңсыз аулау және соларды заңсыз ауланған дериваттар немесе өздерінің қызыл балықтың еті, болмаса киіктің мүйізі, соны сату, сатып алу, сақтау, тасымалдау сияқты әрекеттердің бәрі тек қана 339 баппен сараланып келді осы кезге дейін. Бір баппен. 339 бап негізінен ол мынау заңсыз атқан немесе заңсыз аулаған адамдарды біз 339 бапта қалдырдық та 339 прим 1 деген бапқа сол заңсыз атылған болмаса ауланған балықтың болмаса киіктің дериваттар дегеніміз негізінен мүйіз, ол жерде ең құндылығын құрайтын материалдық жалпы құндылығын арттырып тұрған дүние. Соларды сатып алған, сатқан, тасымалдаған, сақтаған азаматтарға қатысты бөлек жауапкершілік шығарып отырық.
Бұның маңыздылығы неде? Қазіргі таңда 339 баппен енді 2019 жылы бұл 339 бап күшейтілді. Егер естеріңізде болса, мына киік қорғаушыларға қарсы оқ атып, 2 азаматымыз қаза тапқан болатын. Сол кезде мемлекет басшысы да бұл жағдайға назар аударып, жұртшылықта енді арасында үлкен дүрбелең туып, осы 339 бап қатайтылған болатын. Сол кезден бастап қазір 800-ден асқан болар. 2024 жылдың аяғында 800-дей азамат сотталған еді. Солардың барлығы енді ойлап қараңызшы, қолына мылтық алып атқан адаммен сол етті бірден сатып алған. Болмаса бір таксист кетіп бара жатыр, оған бір мешокпен салып жүрді, етті апарып тасташы, болмаса мына бір затты апарып тасташы деп. Екінші бір жерден бір жерге апарып тастаған адамның әрекеті бірдей болуы қаншалықты әділетті. Ал жаза бәріне бірдей тағайындалып жатыр. Болмаса Атыраудың Индер ауданында, Атырау облысының қызылбалықты аулайтындар бар тұрақты түрде. Олар кәдімгі қарулы түрде суға шығады. Кәдімгі тап-таза қылмыстық топ. Сөйтіп жаңағыдай қызылбалықты аулайды да оны сатады. Солардың әрекетімен сатып алған адамдардың әрекетін бірдей қылып қойып отырмыз да. Сондықтан бұл да енді көптеген мынау әсіресе батыс халқының арасында, көптеген батыс жұртшылығының арасында көптеген жаңа түсініспеушіліктер туғызды. Қалайша айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылатын жағдайға келдік біз деп. Оның үстіне бұл жерде ашық айту керек. Ішкі істер министрлігі қазір бізде браконьерлермен күрестен гөрі солардың сатып алған, тасымалдап жүрген адамдармен күреске айналдырып жатыр. Өйткені олар үшін көрсеткіш бірдей. Бір баппен адам саны бар болды. Ал енді ойлап қараңызшы, браконьерлермен күрес, осы қазір киікке қатысты бөлгенде айтайын, мына Павлодарда 60-ға жуық азамат жазасын өтеп жатыр. Енді мен былтыр барған кезде көргенім 2024 жылы. Ішінде бірде-бір киікке заңсыз аулаған адам жоқ. Кілең сатып алған, сатқан, далада жатқан мүйізді барып терген. Экология қайсысы зиян келтіреді? Қолына мылтық алып атқан адам ба, әлде өзінен өзі өліп жатқан киіктің барып мүйізін кесіп алып үйіне жинап қойған адам ба? Көрдіңіз бе? Сондықтан да 339 прим 1 деген бапта біз бөліктедік. Енді экологиялық зиян, экология келтірген зиян, сол заңсыз аулаған, яғни 339 баптың аясында өндірілу керек деп осындай шешім қабылдап отырмыз. Енді ол қылмыстық кодексте ол келген залалға байланысты мәселе көтерілмейді, ол дейтін сот практикасында қалыптасады. Бірақ жалпы осындай іс-әрекетті екіге бөлдік. Бұл да енді әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету мақсатында жасалған іс-шара. Мен енді осы 339 прим 1 бабының авторымын, әрі жұмыс тобының жетекшілігінен басқа өзім осыны көп көтеріп 2 жыл көлемінде осындай бір жолын таптық, жоғарғы сотпен бірлесе отырып. Жақсы. Жалпы Абзал мырза, енді заңсыз банктік және коллекторлық қызмет дегеніміз не, сол туралы айтып өтсеңіз. Енді банк қызметіне қатысты жалпы жауапкершілік болды. Біз бірақ коллекторлармен бірлестіріп бөлек шығарып отырмыз. Ол енді лицензия алмай банктық қызметтерді жүзеге асырған әдетте заңды тұлғалардың қызметіне қатысты. Ал енді коллекторларға қатысты жағдай, бұл да бір үлкен даулы баптардың бірі болды. Енді коллекторларға қатысты жұртшылықтың жазған арыз шағымын енді өте көп екендігін естіп біліп жүрген шығарсыз, әлеуметтік желіге де жазып жатады. Жаңағыдай олар енді көп жағдайда өздерінің қызмет өкілеттігін асыра пайдаланатындығы, мысалы үшін төлеуге тиіс емес ақшаны талап ететіндігі, немесе сол ақшаны өндіру барысында көптеген заңмен көзделмеген әрекеттерге баратындығы, өте дөрекі сөйлейтіндігі, үркітіп қорқытатындығы, міне осыған байланысты өз алдына бөлек коллекторларға осындай жауапкершілік енгізіліп отыр. Енді сол қоғамның сұранысын қанағаттандыру мақсатында. Бұл заң енді қандай қаржылық алаяқтық түрлеріне тосқауыл бола алады? Бұл енді қаржылық алаяқтық жаңа біз атап өттік. Соның ішінде қазіргі таңда мынау интернет желілерін пайдалана отырып жасалатын алаяқтық өте қатты өрістеп тұр, және ол халық мынау сол жәбірленушілерден, қарапайым адамдардан бөлек, бұл жалпы біздің мемлекетіміздің қаржылық жүйесіне әсер ететін жағдай. Өйткені қаржылық, соның ішінде интернет алаяқтықтың түпкі бенефициарлары Қазақстанның азаматтары емес. Негізінен мүмкін енді нақты санмен айта алмасам да 90%-дан астамы шетелде отырған азаматтар екендігі белгілі. 2022 жылы үлкен халықаралық деңгейде әрекет ететін қылмыстық синдикат ұсталды. Сонда олар көпшілігі Киевте орналасқандығы белгілі болды.
Жаңа негізгі базасы Киевте орналасқан. Қазіргі таңда да Қазақстанның ішкі істер министрлігі көптеген қылмыстарды ашып жатыр. Олар да сол шетелде орналасқан негізінен. Яғни ол жай Қазақстанның азаматтарының ғана ақшасын алып кетпейді. Қазақстанның ақшасы сыртқа шығып кетіп жатыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан да ең бірінші осы жаңа басында өзіміз әңгіме қылған дропперлік бап осы қылмыстың болуына жағдайды, яғни болмауына жағдай тудырады. Яғни осы қылмыс негізінен жаңағыдай дропперлердің көмегімен басқа есепшотқа одан кейін шетелге шығып кетіп отырса, ендігі жерде дропперлерге қылмысқа жауапкершілік енгізілуі нәтижесінде бұл қылмысқа осылай тосқауыл қойылады деп есептеп отырмыз. Бірақ алдағы уақытта біз мынау қазіргі таңда енді кеше мемлекет басшысының жолдауында естіген шығарсыздар, цифрлық ел боламыз деп жатырмыз. Цифрландыруды барлық салаға жаппай енгізу туралы тапсырма берілді. Соның ішінде мәжіліске қойылған міндеттердің бірі мына цифрлық кодексті жылдың аяғына дейін қабылдау туралы болатын. Енді мүмкін осының аясында тағы да цифрлық мынау жалпы кодекстің қабылдануымен қатар жаңадан да бір қылмыс түрлері енгізілуі мүмкін. Бұл туралы қазіргі таңда әзірге тек талқылау деңгейінде жүріп жатыр. Өйткені сізбен біз көп түсіне бермейтін ең қарапайым биткоиннан бастап осы биткоиннің ішіндегі бір қандай да бір құқық бұзушылықтарға байланысты қылмыстық жауапкершілік енгізу қажет пе жоқ па деген мәселе қазір күн тәртібінде тұр. Бұл бойынша жұмыс әрі қарай жалғасады. Біз бұл қабылданған заңмен шектеліп қалмаймыз. Өйткені заман бұрынға қарағанда замана ағымы жылдамырақ өзгеріп жатыр. Жалпы айналамыз қатты өзгеріп жатыр. Осыдан бір 10 жыл бұрын біз дейтін осындай жағдайларды көз алдымызға елестетуіміз мүмкін бе еді? Бұрын 50 жылда бір болатын өзгеріс қазір одан әлдеқайда қысқа уақытта болып жатыр. Сондықтан да мына жаппай әлемдегі мынау цифрлану жағдайына байланысты, сонымен қатар мынау жасанды интеллектінің дамуына байланысты қылмыстық заңнамада жаңа баптар пайда болуы әбден мүмкін. Бұған байланысты енді әзірге біздер талқылау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз әртүрлі деңгейде. Соның ішінде заң саласында, қылмыстық заңнама саласында ғалымдар мен мамандардың бастарын қосып әртүрлі алаңшада біздер жұмыстанып жатырмыз. Жақсы. Енді азаматтарымыз өздерін қалай қорғай алады осы алаяқтықтан? Ең қарапайым жолы жалпы бірінші кезекте сауаттылық, екінші кезекте мәдениет. Бұл енді қылмыстық құқық ғылымында әлдеқашан дәлелденген дүние. Мәдениетті адамның бір қылмысқа бара қоюы неғайбыл. Жалпы қылмыс емес, құқық бұзушылықтың қай түрінен де алшақ жүреді. Жаңа енді жастарымызға қатысты бір айтып кеттік қой, ауырдың үсті жеңілдің астымен жүруге әуес болмау керек деп. Өйткені жеңіл нәрсенің бәрі қолжетімді болып көрінген нәрсенің барлығы бірдей, жылтырағанның бәрі алтын емес деген сияқты, оның барлығы бірдей заңды бола бермеуі мүмкін. Егер белгілі бір уақытта оған дейтін жауапкершілік енгізілмесе де, дәл осындай заңның аясында күндердің күнде оған бір қылмыстық заңнамамен тосқауыл қойылуы мүмкін. Сол кезде ылғи осындай жеңіл жағына жүретін адамдарымыз кішкене опық жеп қалуы мүмкін. Сондықтан да не нәрседе өзінің ақ адал маңдай термен тауып үйренгенге не жетсін. Жақсы, рахмет Абзал мырза. Құрметті көрермен, бүгін біз еліміз үшін, азаматтар үшін өте маңызды заңдар туралы айтып өттік. Қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістерді қарапайым тілмен осылай халыққа түсіндіріп бергеніңізге көп рахмет, Абзал мырза. Құрметті көрермен, заңды біле жүрейік, жастарды сақтық шараларын қолдануға шақырамыз.